Балабақшаларда ваучерлік қаржыландыру жүйесі енгізіліп жатыр. Көпшілігіне осы ваучерлік жүйе түсініксіз болып жатыр. Ол қандай жүйе? Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге осы жайында қысқаша түсіндіріп, қалай кезекке тұру керектігін көрсететін боламын. Сол үшін, егер де мектепке дейінгі балаларыңыз бар болатын болса, видеоны толық қарап, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. 2024 жылдан бастап Қазақстанда ваучерлік қаржыландыру әдістемесі қолданыла бастады. Яғни ол пилоттық жоба ретінде кейбір қалаларда Тараз, Түркістан, Шымкент, Орал және Астана қалаларында жүзеге асуда. Ал 2025 жылдың наурыз айынан бастап Өскемен қаласында енгізілетін болады. Негізгі артықшылығы ата-аналарға балабақшаны өз бетінше таңдауға мүмкіндік беріледі. Яғни бұл жеке және де мемлекеттік балабақшалар арасындағы бәсекелестікті ынталандырады. Яғни қай жерде қызмет көрсету сапасы жақсы, бала сол балабақшаны таңдай алады. Жүйе ең алдымен бүкіл қаржыландыру процесінің ашықтығын қамтамасыз етеді. Мұнда принцип ақша ұйымға емес, балаға беріледі. Бұл дегеніміз қарапайым сөзбен түсіндіретін болсақ, баланың жалпы балабақшада орналастыру үшін бізде екі түрлі қаражат бөлінеді. Ол мемлекет тарапынан оқу ұйымдастыру процесіне беріледі, ал біз ата-аналар беретін ай сайынғы төлеміміз 20 мың, кейбір балабақшаларда 30 мың. Ол тек тағамға береміз біз, баланың, яғни тамақтануына. Ал мемлекет беретін осы ақша қазір тікелей балабақшаның счетына түсіп отыр. Ал ваучерлік жүйе бойынша біз тек қана балабақша кезегіне емес, тек қана осы ваучерге кезекке тұрамыз. Ваучерді алғаннан кейін, яғни ол дегеніміз, ол жерде мемлекеттен ақша құйылған. Әрбір балаға 58 мың, 68 мың арасында оқу ұйымдастыру процесіне ақша бөлінеді. Сол ақша электронды счетқа түседі. Сол ваучерді біз алғаннан кейін кез келген өзімізге қолайлы балабақшаны таңдап, баламызды орналастыра аламыз. Бұл жаңа жүйе балабақшаға кезекке тұру процедурасын жеңілдетеді. Сонымен қатар қазіргі болып жатқан көптеген түрлі заңсыз факторларды жояды. Ваучерлік қаржыландыру қағидаттарының бірі ол бәсекелестік ортаны құру және де қызмет көрсету сапасын жақсарту. Себебі, егер де бір балабақшадан бала кететін болса, онымен қоса ваучер, яғни ақша да кетіп қалады. Сондықтан әрбір балабақша өзінің қызмет сапасын жақсартуға тырысады. 2025 жылдан бастап ваучерлік қаржыландыру жүйесі ел аумағында кезең-кезеңімен басқа да қалаларда енгізіле бастайтын болады. Ал енді келесі видеода осы ваучерге кезекке тұруды көрсететін боламын. Сіз өз балаңыз үшін ең жақсы балабақшаны таңдайсыз, ал мемлекет сізге ваучер арқылы қызмет ақысын төлеуде қолдау көрсетеді. Бұрын қаржыландыру балабақшаларға түсетін, енді ол сіздерге, ата-аналарға балабақшаны өз беттеріңізше таңдау және төлеу үшін жіберіледі. Өтінішті қалай жібереді? Ваучерлік қаржыландыруға өтініш жіберу балабақша Smart Nation порталы арқылы қолжетімді. Толығырақ сайтында. Жылдам өту үшін QR-кодты сканерлеңіз. Қалай ваучер алуға және баланы балабақшаға тіркеуге болады? Бірінші қадам. Балабақша порталында электронды ваучерлік кезекке жазылыңыз. Екінші қадам. Ваучердің берілгендігі жайлы хабарламаны күтіңіз. Үшінші қадам. Қабылдау үшін балабақшаны таңдаңыз. Төртінші қадам. Банкте банктік эскроу шот ашыңыз, немесе виртуалды ваучерді таңдаңыз. Бесінші қадам. Электронды цифрлық қолтаңбаны қолдана отырып, балабақшамен электронды шарт жасасыңыз. Алтыншы қадам. Сіздің балаңыз мектепке дейінгі ұйымға сәтті қабылданды. Құттықтаймыз. Балаңыз үшін ең жақсыны таңдаңыз. Ваучерлік қаржыландыру, таңдау еркіндігі және қызмет сапасы. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір көрсете кетейін. Міне мысалға, Түркістан облысы десем, менде ваучерге кезекке тұру деген астында батырма бар. Бірден басты бетте тұрады. Яғни Google-ға балабақшасы не үшін кезек деп кіресіздер. Басты бетте ваучерге кезекке тұру. Осында терезе ашылады. Ары қарай толтыра бересіздер. Онлайн услуга деп басамыз міне. Балаңызды бұрынғыдай қосасыз, тілді таңдайсыз, согласие бересіз, осылай пошагово барлығын толтыра бересіздер. Ал егер де мен мысалға қазір мына жерге басқа облысты қояйын, не Өскемен қаласы деп қойсам, ваучер деген менде жоқ. Тек қана күнделікті өзіміз қоятын әдеттегі очередке тұру,
астында очередь на ваучере деген тұр. Ашып көретін болсақ, міне қандай категориялар бар, яғни санаттары кезекке тұруға. Алайда именно ваучерге кезекке қою батырмасы бізде әлі іске қосылған жоқ. Наурыз айының 1-інде іске қосылатын болады. Яғни қазір пилоттық режимде қай қалаларда жүзеге асып жатыр, сол жерде бірден ашылып тұрады. Таңдап өзіңіз кезекке қоя бересіз. Тек қана хабарламада ваучерге кезегіңіз келді деп келген кезде 2 күн ішінде подтверждение жасауыңыз қажет. Олай болмаған жағдайда ол ваучерден айырылып қаласыздар. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, қандай да бір сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер.